Қайырлы күн достар баршаға. Бүгін бір ғана жұмыртқадан өте жылдам жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бір жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға салып, үстінен қантымызды салып, венчикпен араластырамыз. Аппақ масса болғанға дейін жақсылап араластырып, 3 қасық сұйық майымызды құямыз. Достар, егер рецепттер ұнап жатса, каналыма қолдау білдіріп қойыңыздар. Ол үшін каналыма тіркеліп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Бұл пирог миксерді қажет етпейді. Сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп алып, 1 шай қасық разрыхителді салып, араластырып, сұйық массамызға 2-ге бөліп саламыз. Ұнды барлығын бірдестен салмаймыз, себебі көтерілмей қалуы мүмкін. Сол үшін 2-ге бөліп араластырып алатын боламыз. Үйдегі бар заттардан жасауға болатын пирог. Қоюлығы сметананың қоюлығындай масса шығады. Менде осындай форма. Мен 18 сантиметрлі форманы алдын ала дайындап алдым. Ал сіз өздеріңіз қалаған формаға пісірсеңіздер болады. Ағып кетпеу үшін астына фольга салдым. Формамызға құйып болғаннан кейін аздап сілкіп жібереміз. Жақсы пісіп шығу үшін 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минутқа салып аламыз. Мінекей, пирогымыз пісіп шықты. Дайын болған пирогты шпажканың көмегімен тексеріп көреміз. Егер де шпажка құрғақ шықса, пирогтың піскені. Менде видеода түспей қалыпты, бұл жері өте биік, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге сымбат.